Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» шығармасының қысқаша мазмұнын айтатын боламын. Ендеше бастайық. Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» романында Жамал есімді білімді, ақылды қыздың тағдыры суреттеледі. Жамал бай отбасында өсіп оқып, көзі ашық болып ер жетеді. Ол оқыған, заманға сай ойлайтын Ғалимен танысып, екеуі бірін-бірі шын сүйеді. Жамал мен Ғали ұзақ уақыт бойы бір-бірімен хат арқылы байланысып, сезімдерін жасырын түрде жеткізіп жүреді. Жамалдың әкесі Байжан қызының қалауын елемей, оны жасы үлкен, бай адам Жұманға береді. Жұман ақылы есі кем, ауру, мінезі тұрақсыз адам болатын. Жамал бұл некеге қарсы болғанымен әке шешімі өзгермейді. Жамал зорлықпен ұзатылып, бақытсыз өмір кешеді. Жамалдың анасы қызының халін түсініп, оған іштей жанашыр болады. Ол Жамал мен Ғалидің бір-бірін шын сүйетінін біліп, қашып кетулеріне көмектеседі. Анасының қолдауымен Жамал Ғалимен бірге елден қашып шығады. Алғашында олар бақытты өмір сүреміз деп үміттенеді. Алайда көп ұзамай Ғали ауыр дертке шалдығып қайтыс болады. Сүйгенінен айырылған Жамал бұл қайғыны көтере алмайды. Ол Ғалидің жерленген моласының басына барып, сол жерде жан тапсырады. Жамалдың өлімі ескі салт-дәстүрдің, әйел теңсіздігінің құрбаны болған қазақ қызының аянышты тағдыры. Автор бұл шығарма арқылы қыз баланың өз тағдырын өзі таңдауға құқығы бар екенін, ал оны күшпен таптау қоғам үшін үлкен қасірет екенін көрсетеді. Егер де видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз және маған тіркелуді ұмытпаңыз.